Биофотон дегеніміз не және олар қалай әсер етеді? Фотон дегеніміз күн сәулесінің бір бөлшегі, салмағы жоқ, бірақ қуаты мол. Био дегеніміз сол қуатты тасымалдаушы тіршілік иелері. Бұл өнімдерде ол шипалы өсімдіктер. Бірақ өсімдіктердің жай күйінде ол қуат байқалмайды. Ал Тибет медицинасының ғалымдары 9 жыл зерттеудің нәтижесінде нанотехнологияның жетістіктерін қолдана отырып, Тибет тауының 3,5–5,000 метр биіктігінде өсетін шипалы шөптерді күннің норма бойында сақтаған кейде -170 градус аязда қатырып, шаң тәріздес ұлпалап, таза мақтаматаларға қондыру арқылы керемет өнімдер шығарып, осы қуатты бізге емдік мақсатта қолдануға мүмкіндік берді. Биофотонды өнімдер келген кезде дене температурасының әсерімен осы шөптерден бөлінетін сәулелер ағзаға 3–5 сантиметрге дейін ену арқылы 3 түрлі әсер береді: жылыту, қан айналымды жақсарту және биорезонанс. Биорезонанс дегеніміз адамның бойында да биофотондар бар. Қан айналым жақсы болу үшін адамна қуат болу керек және ол жеткілікті мөлшерде болу керек. Яғни адамның денесінен де толқындар шығып жатады. Ал осы шөптерден бөлінетін сәулелер сол толқындарды шипалы қуатқа айналдырып, айна тәріздес қайтарады. Қан айналым дұрысталады, майда қан тамырлары тазарады, өлі клеткалары жанданып, адам біртіндеп жанына батқан дертінен айыға бастайды.